Хирург болу үшін негізі дәрігерге қандай қабілет қажет? Меніңше медицинаны біз емес, медицина бізді таңдайтын сияқты. Шетелдің медицинасы мен біздің медицинада қандай айырмашылықтарды байқадыңыз? Мен үнемі музыка тыңдап операция жасаймын. Инстаграмда, тиктоктағы белсенділігіңіз сізге қандай оң әсерін көрсетіп жатыр? Арасында студенттерім маған айтып отырады. Мгм. Сіздің осы видеоңызды көрдік та күшті мотивация алдық. Осы жерде хирургтар өз-өздеріне операция жасай алады ма? Жасайтын шығар, мүмкін жаңағыдай экстренный ситуация болатын болса жасауы мүмкін. Біз операция жасаған кезде прям қатты қуанған немесе қатты өкінген моменттеріңіз бар ма? Жүрегі оң жақта орналасқандықтан оның аппендицті Сол жағында сол жағында орналасқан екен. Қайырлы күн. Бүгін бізде қонақта хирург дәрігері Желдібаев Нұркен Мұстафаұлы. Бізге бүгін хирургия, жалпы дәрігердің өміріндегі тәжірибесімен бөлісетін болады. Сколько лет вы работаете хирургом? Я работаю 14 лет. За этот период сколько операций вы провели? За этот период более 5000 операций провел. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Өзімді таныстыратын болсам, мен енді оңтүстік аймақтың тумасымын. Мектепті бітіргеннен кейін осы Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық университетін тамамдап, осы жерде жұмысқа орналасып, ары қарай жұмысымды бүгін таңға дейін жалғастырып келемін. Жұмысымды сол Асфендияров ұлттық университетін бітіргеннен кейін қалалық клиникалық аурухана 7-ші ауруханадан бастадым. Сосын шұғыл көмек көрсету ауруханасында жалғастырдым. Қазіргі таңда орталық қалалық клиникалық ауруханада 12-ші больница. Сол жерде бөлім меңгерушісі болып жұмыс атқарамын. Хирургия саласында. Жалпы осы бала кезіңізден дәрігер боламын деген өзіңізде ой болды ма? Енді медицина саласына қалай келдің деп осы медиктердің бәрінен сұралатын сұрақтың бірі осы. Медицина саласына қалай келдің деп сұраған кезде көбісінде мен байқағаным, мен кішкентай кезімнен бастап 4 жасымнан 5 жасымнан немесе сол жастан бастап дәрігер болуды армандадым деп айтып жататын, естіп жатам, оқып жатам. Бірақ менде ондай болған жоқ. Жас кезімнен бастап, кішкентай кезімнен бастап медик боламын деп ойлаған жоқпын. Оған ол медицинаға келу мен үшін саналы түрде болды. Біріншіден бірнеше фактор әсер етті. Біріншіден әкемнің сөзі болды. Әкем үнемі айтып отыратын. Қай заман болса да өлмейтін 3 мамандық бар. Оның бірі мұғалім, екіншісі полиция, үшіншісі дәрігер деп. Алдыңғы 2 мамандықтан енді мұғалім бола алмайтын шығармын. Полиция қызметкерлері қатты ұнаған жоқ. Содан кейін жайлап медицина саласына бет бұра бастадым. Одан кейінгі түсінік пайда бола бастады. Жоғары класстарға, сыныптарға барған кезде биология сәнінде тән-тану деген болатын еді ғой. Сол жерде адам ағзасын оқыған кезде толығымен кіріп кететін кәдімгідей. Бұл неге осылай, неге жасушалар қалай көбейеді, неге бұлай пайда болады деген сияқты адам ағзасын тексеру, зерттеу одан сайын мені медицинаға құштарлығымды арттыра бастады. Биология пәнін жақсы сүйіп оқыдым. Содан кейін осы медицинаға барам деп шешім қабылдадыңыз да? Жалпы осы хирург болған кезде сізде ең үлкен жетістігіңіз қандай? Хирург дәрігер болдыңыз ғой, дәрігерлер бөлінеді ғой. Сол жерде хирург дәрігеріндегі қазіргі уақыттағы қандай жетістіктеріңіз бар? Жетістік дегенде бұл хирургия саласына келгеннің өзі жетістік деп есептеймін өз басым. Өйткені медицина саласында жүріп хирургияны таңдау
оның өзі бір батыл шешім қабылдау, ол да бір жетістік деп ойлаймын. Өйткені біз университетке түскен кезде қаншама студент түседі, соның барлығы медик бола бермейді. Особенно жаңағы хирургия саласында менде қанша достарым болды, бірге оқыған сокурсниктерім болды. Оның бәрі бірдей хирург болған жоқ. Ең медицинаны қалай таңдадыңыз деп жаңа сұрақ қойдыңыз ғой. Иә. Меніңше медицинаны біз емес, медицина бізді таңдайтын сияқты. Өйткені қаншама қажырлықты, қаншама еңбекті өтіп келе, ең мықтылар осы Хирургияда қалады, да? хирургияда қалады деп есептеймін. Жалпы хирург болу үшін негізі дәрігерге қандай қабілет қажет? Хирург болу үшін бір қабілет аз болатын шығар. Өйткені хирургқа жан-жақты. Хирург дегеннің өзі грек тілінен аударғанда қолмен жасау деген ғой. Бірінші кезекте бұл хирургияға ептілік қажет сияқты, батылдық, жүректілік. Одан кейін еңбекқорлық, білім, қажырлы еңбек, барлығын қоса Бірге келгенде алып жүрген. осындай маңызды қабілеттер осы хирургтың бойында болу керек деп есептеймін. Ары қарай тағы кете береді. Одан кейін ең тағы да бір қосатыным, хирург маманына әрқашан сәттілік жүрген дұрыс сияқты. Тек қана хирург маманына емес, барлық жерде Барлық сәттілік дәрігерлерге, да? болған Иә. дұрыс сияқты. 2 рет шетелде біліміңізді шыңдапсыз. Шетелдің медицинасы мен біздің медицинада қандай айырмашылықтарды байқадыңыз? Иә, 2 рет болдым. Тағы да аз уақыт ішінде болған жерлерім бар, бірақ енді ол жерде тәжірибе алмасу. Бірінші рет Белоруссия елінде болдым. Біз 7-ші қалалық клиникаларда ағзалар трансплантациясымен айналысқан кезде сол жақтан жұмыс барысымен жіберген болатын. Ол жерде біраз тәжірибе көрдім. Ол жерде көргенім айырмашылықтар көп емес, айырмашылықтар бар. Ол жақтың жасайтын дәрігерлерінің жасайтын бізде де жасай аламыз. Ол жақтағы айырмашылық енді жаңағы трансплантация туралы бастағаннан кейін ол жерде трупный трансплантация дейміз ғой, өлі адамнан тірі адамға ағзасын салу жақсы дамыған. Рұқсат етілген. Бізде де рұқсат бар, бірақ біздің енді мұсылман болғаннан кейін бізде жаңағы қайтыс болғаннан кейін ағзасын алуға көп адам рұқсат бере бермейді. Сондықтан бізде сол жағынан өлі адамнан, өлі ағзадан трансплантация дамымаған. Сол жағынан ерекшеліктер бар. Енді басқа қандай нәрселерді алу керек дегенде сол заңға енгізіп, заңның күшейтіп, сол жағынан дамыту керек сияқты. Екінші жаңағы Турцияға бардым. Қазіргі таңда ең керекті болып жатқан бағыттың бірі жаңағы бариатриялық хирургия. Семіздіктен арылу үшін бұрын Америкада басталған нәрсе. Енді бізде де қазір жақсы белең алып жатыр. Семіздікке күресу үшін көбісі осындай бариатриялық хирургияға. Қазіргі уақытта Қазақстанда көбісі ойлайды, шетелден ем алсам, өте жақсы жаңағыдай шипасын береді деген сияқты, да. Соған сіздің қандай көзқарасыңызды айта кетсеңіз, шетелдік дәрігерлер Қазақстанда да бар ма? Әрине, шетелдегі, жаңа айтып кеттім ғой, шетелдегі жасалып жатқан нәрселердің бәрін біздің қазақстандық дәрігерлер де жасай алады. Тек қана бізге жаңағы жағдай жасалса,
Мгм. жаңағы оборудование, құрал саймандардың бәрі болса, оқып келуге мүмкіндік болса, бізде де қазақстандық дәрігерлер де жақсы операцияларды жасайды. Операция жасаған кезде ең ұзаққа созылған операцияңыздың түрі қандай? Ең ең ұзақ жасаған операциям өзімде 5,5 сағаттай операция жасадым. Ол әйел кісі болатын. Бауырдың эхинококк құртымен. Мгм. Ол операция жасап жатқан кезде өзің байқалмайсың. Операция қалай жүріп жатыр, қанша уақыт созылып жатырғаны бірден жаңағы операция барысына кіріп кетесің де. Ал өз басымда сол 5,5 сағат операция болған. Ал хирургтардың өзім жасаған жоқ, бірақ сол операцияға қатысқан кезім 24 сағат бір қызды, қыз бала болатын, қатты есімде қалып қалды. Жаңағы бірнеше рет операция жасалған, бір 6-7 рет операция жасалған. Ішек өтімсіздігімен. Ішектер операциядан кейін жабысып қала береді. Сол кезде 24 сағатқа созылды, 24 иә? сағатқа созылды, бірақ ол жерде хирургтар енді шаршайды ғой. Бір-бірін ауыстырып отырды. Анестезиологтар да, жаңағы мейірбикелер де ауысып отырды. Сол кезде қатысқаным бар. Ассистент ретінде қатысқаным ол кезде. Сіз жалпы хирург дәрігер болған соң, сіздің алдыңызда көп пациенттер жаңағы өліп кетіп жатады, иә? Сондай қайғылы хабарды қалай жеткізесіз жаңа науқастың туысқандарына? Сол кезде қандай сезімде боласыз? Ондай жағдайлар көп болмайды, енді болып тұрады. Мгм. Медицина болғаннан кейін Иә. болып тұрады. Басында өте қиын болатын. Жаңағы пациенттердің қалай кетіп жатқанын көз алдында көресің. И өзіңнің басыңнан өткен сияқты кей кезде сондай күйге еніп кетесің да. Менің туысқаным сияқты болғанда қалай болар еді деген сияқты кей өзіңе ойланып кеткен кезде өте қиын. Шығып түсіндіріп айтасың. Енді егер қайтыс болған адам болса, өте қиын. Мгм. Егер ауыр жағдайда жатқан адам болса, барлығын түсіндіріп айтқаннан кейін енді кішкене жұбататын да кездер болады. Жұбатып айтатын кездер болады. Кей жағдайда мен есімде бір науқас қайтыс болды. Сол кезде қызына айтқан кезде еріксіз көзімнен жас шыққан кез болды. Өйткені ана қыздың қатты несін көрдім да, эмоциясын көріп, еріксіз жас шығып кеткен Сіз кездер сондай бір болды. сериалға түсіпсіз, Иә. сол сериалдағы сияқты өзіңізді өмірде де солай ұстайсыз ба? Жаңағы науқастың қайғылы хабарды жеткізген моменттеріңіз бар. Негізі өмірде де сондай дәрігерсіз ба? Иә, ол сериал сериалға түсу мен үшін қатты қиын болған жоқ, бір жағынан. Өйткені ол өз мамандығымды ойнадым сол сериалда, өз рөлімді ойнадым. Қатты қиын болған жоқ, өйткені күнделікті сондай ситуациямен, жағдаймен қауышып отырамыз. Сондықтан айту, ойнап шығу қиын болған жоқ. Ол айта берсем болатын шығар. Жат бауыр деген телесериал болған Қазақстан телеарнасында. Жақында тағы да бір сериал шығады, Көршінің қызы деген. Ол жерде де мен дәрігер болып ойнаймын. Дәрігер болып ойнау Жалпы өзіңізге ұнайды, иә, кино, сериалда өзіңіздің жұмысыңызды, дәрігерлік тұстарыңызды көрсету. ұнайды, өте қатты ұнайды. Жаңа мамандық таңдау деген кезде
айттым ғой, саналы түрде келді мамандық таңдау. Мгм. Жас кезімде емес, енді мектеп оқитын кезде кей кездерде актер да болғым келетін. Кей кезде спортшы боламын деп армандайтын. Сол ойлана келе осы жаңағы айтқандай бірнеше Барлығын бірге ұштастырып, қазіргі иә уақытта өміріңізде қолданып жүрсіз, иә иә? Өте жақсы. Көп дәрігерлер, мен өзім дәрігер болған соң түсінемін, әсіресе хирургтар, олар өте күрделі операциядан шыққан соң, иә, өзіңізді қалай жұбатасыз? Қалай өзіңіздегі стрессті шешесіз? М. Шешімін қалай табасыз? Иә, стресс болады, Мгм. күйзеліс. Ондай кезде мынандай нәрседен күйзелісті жоямын деп айта алмаймын. Мгм. Менде әр кезде әрқалай болады. бір кезде операциядан шыққаннан кейін жаңағы тек қана өзім бір жерде отырып, үн-түнсіз отырып бірнеше уақытқа өзім қалғанды жақсы көремін кей кезде. Сол маған көмектеседі кей кезде. Кей кезде жатамын, ештеңе істемей жатамын. Жатамын да и ойланамын. Әр кезде әрқалай, кей жағдайларда достарыммен жаңағы футболға барамын, достарыммен. Кей жағдайда отбасым көмектеседі. Жаңағы отвлекаешься дейді ғой. Отбасыңа айналасың, жаңағы жұбайың сөздер айтып көмектеседі. Кей кезде машинада отырып музыка тыңдаймын. Музыка тыңдайсыз, да? Музыка тыңдаймын. Мгм. Жақсы әсер береді. Жалпы операция уақытысы ұзаққа созылған кезде, сіз өзіңізді мысалға музыка тыңдауға немесе кино қарауға мүмкіндік болады ма? Мысалы ұзақ 4-5 сағаттық операциялар кезде бір хирург дәрігерлері жаңағы не істейді екен, жаңағы құран қойып қояды екен деген сияқты. Иә, Сіз мысалға қандай өзіңізді мүмкіндіктер или иә. тек қана бүкіл жаңағы көңіліңіздің барлығын сол операция процесске жұмсайсыз ба? Жоқ, мен де оған оң қараймын. Мгм. Енді құран тыңдап практикада болған жоқ. Бірақ мен үнемі музыка тыңдап операция жасаймын. Ол Жасайсыз, менде да? практикада бар. Соңғы кезде жаңағы домбыраның, күйлердің Мгм. сондайды тыңдайтын болып жүрмін. Мгм. Ал енді кино көрмейміз ғой енді. Музыка тыңдаймыз. Мгм. Кейбір кезде жаңағы операция негізгі сәттер аяқталғаннан кейін енді кей кезде даже әріптестерімізбен қалжыңдасатын кездер болады. Негізгі этап біткеннен кейін. Енді адамдар ойлап қалуы мүмкін қалжыңдасады дегенге. Негізгі этап біткеннен кейін енді кішкене бітті. Көңіліңіз селкейді. Арқамыздан кішкене жүк түсті, сөйтіп қалжыңдасатын кездер де болады. Осы операция жасаған кезде прям қатты қуанған немесе қатты өкінген моменттеріңіз бар ма? Таңғалған кезім бар. Ол жедел хирургияда ең басында жұмыс істеп жүргенде енді нақты ойымда жоқ, бірінші ма екінші жыл ма бір пациент болған. Жедел аппендицитің белгілерімен түсті. Барлығы көрді, жауапты дәрігерлер бәрі көрді. Аппендицит деп операцияға алған кезіміз болды. Операцияға алған кезде ол кісіде жаңағы операция жасаватқан адам, хирург таба алмайды, аппендицит таба алмайды. Сосын екінші хирургты шақырады, ол да таба алмайды. Сосын жауапты хирургты шақырады. Енді опытпен, енді сіз көріңіз, енді сіз табатын шығарсыз деп. Ол кісі де таба алмайды. Сол кезде реаниматолог енді жүрегін тыңдайды ғой. Жүрегі оң жақта орналасқан екен да. Медицинада бар ғой, сирек кездеседі, бірақ жүрегі оң жақта орналасқандықтан оның аппендициті Сол жағында орналасқан екен. Сөйтіп жүрегі оң жақта орналасқандықтан
оның аппендицті жаңағы Сол соқыршегі жағында сол жағында орналасқан екен. Бір көп болады негізі. Жаңағы экстренный жедел хирургияда жүрсең, әртүрлі адамдар келеді, әртүрлі аурулармен, пышақ кіріп кеткен, жаңағы темір кіріп кеткен деген сияқты басыңа қонбайды. Мына кісі кейбір кезде болады енді дейді, мына кісі өліп қалатын шығар деген сияқты ойлар болады. Ал операциядан кейін жақсы кәдімгі өмір сүріп келетін кездер болады. Қазіргі уақытта әлеуметтік желіні прям активно жүргізіп жүрсіз. Соның ішінде вайндарыңыз өте көп жаңағыдай қаралым жинайды екен. Ол сізде жаңағыдай өз аудиторияңыз туралы айтып бере аласыз ба? Кері байланыс аудиторияңызда өте көп болады ма, дәрігер болғаннан кейін сізге? Иә, соңғы кезде осы TikTok, Instagram желісінде жақсы қаралымдар жиналып жатыр. Енді жаңағы видеоларды, бұл енді видео түсіру жаңағы айттым ғой, актерлық қасиетім бар. Соны бір жерге жұмсағым келеді. Сол мақсатта бір жағынан ол тек қана өзіме емес, жаңағы басқа көретін адамдарға да плюс болсын деп, пайдалы болсын деп түсіреміз. Біздің түсіргендеріміздің бәрі қарап отырсаңыздар, жиналымдар, қаралымдар көп. Өйткені біз қарапайым өзіміздің күнделікті болып жатқан нәрсемізді түсіреміз. Сол видеолардан адамдар өздерін көреді. Мынау мен ғой деген сияқты. Көп жағдайда жаңағы өзіме басқа жақтардан WhatsApp желілерінен маған келіп отырады. Мынандай видеоң біздің группада жүр, WhatsApp группасында жүр. Мен айттым, ол менің танысым деп айттым деген сияқты. Жалпы осы видеолар арқылы өзіңіздің Инстаграмдағы, ТикТоктағы халыққа нені жеткізгіңіз келеді? Мүмкін жаңағыдай бізде бар ғой, науқастар мен дәрігерлердің арасындағы бір бетперде дей ма, қалай айтуға болады? Мүмкін халыққа дәрігерлерді жақындатқыңыз келеді ма? Қандай мақсатта осы видеоларды көбінде жаңағыдай вайн форматында түсіресіз? Иә, ол да бар. Жаңағы бізде көбінесе енді әртістер бар, басқа жаңағы жүргізетін вайнерлер дейді, блогер деп айтады ғой. Солар өздерінің қалай жүргендерін, қалай тұрғандарын көрсетіп жатады. Ал бізде медицина саласына келген кезде көбісі біле бермейді ғой біздің медицинаның ішкі не болып жатқанын. Бізде барьер бар. Барьер. Перде дейді ғой арасында науқастармен сол мақсатта да біріншіден бізде адамбыз. Медицинамен мысалға сотта, мысалға полиция қызметкерлерінің арасында ондай не жоқ қой. Сол мақсатпен біріншіден бір жағынан көрсеткіміз келді. Жалпы медицинада қандай сәттер болатын, кейбір жағдайда жаңағы науқастарымыз өзі не қылып жатады, таң қалып жатады. Осындай болады екен, осындай болады екен деген сияқты. Бір жағынан арасында бізде анау познавательный дейді ғой, науқасқа бағыт бағдар беретіндей, мынандай болған жағдайда былай жасау керек, медицина қызметкерлеріне жүгіну керек, болмаса мынандай жағдайда осындай болады деген сияқты, мынандай симптомдар бар деген сияқты, соларды жеткізгіміз келеді сондай жағдаймен. Әлеуметтік желідегі осы жаңағы Инстаграмда, ТикТоктағы белсенділігіңіз сізге қандай оң әсерін көрсетіп жатыр? Жақсы жағынан сізге қандай жемісін беріп жатыр? Жақсы жағы, енді біріншіден танымалдылық танымал бола бастадым. Ол жаңағы подписчик дейміз ғой, тіркелген адамдар көбінесе әртүрлі адамдар бар. Ішінде дәрігерлер де бар, көбінесе студенттер. Енді мен де студенттерге сабақ бергендіктен
арасында студенттерім маған айтып отырады. Мгм. Сіздің осы видеоңызды көрдік та, күшті мотивация алдық, сізге рахмет деп. И көрген жерде танып, амандасып жататындар да бар. Сіздің неңізді, видеоларыңызды көреміз, лайк басып Мгм. отырамыз. Жақсы, алға осылай жасай беріңіз, жалғастыра беріңіз деп те айтатындар бар. Сіз дәрігер және дәрігерлерге сабақ беретін мұғалімсіз, иә, бір жағынан. Сол болашақ дәрігерлерге, болашақ хирургтарға өзіңіздің қазіргі уақыттағы тәжірибеңізбен бөліссеңіз, олар неге көбірек көңіл бөлу керек, иә? Сол жайлы қысқаша өзіңіздің айтып кетсеңіз сол туралы. Ә, студенттерге жаңадан оқып жатқан, жаңадан түскен және жалғастырып жатқан студенттерге айтарым, бірінші кезекте ерінбеу керек. Білім алу жан жақты мүмкіндік, қазір мүмкіндік бар. Сіз дәрігер болам дегенге дейін қанша уақыт бар. Әрбір уақытты дұрыс пайдаланып, дұрыс шешім қабылдап, еңбегіңізбен ары қарай біліміңізді ұштастырып, қажымай еңбек ету керек, и білім алу керек, Жан жақты даму. жан жақты даму керек. Мгм. Қандай мүмкіндік бар, мүмкіндік бәрін қалай келді солай ұстай беру керек қой. Иә, хирург дәрігеріні болу үшін, иә, таңдау үшін олар өзінің қай мықты тұстарына мән бергені дұрыс. Хирург маманы болу үшін жаңа басында айтып кеттім, біріншіден батылдық керек, қорықпау керек. Одан кейін білім, еңбек, бәрі ұштастырып, қаншама адам хирург бола алмай қайтып кетті деп жатырмын, жарты жолдан. Сондай болмас үшін осы қасиеттер болса, жақсы хирург бола алады деп сенемін. Қасиеттері білім болу керек та, Иә, ең білім, бірінші білім, еңбек. батылдық и еңбек та. Өйткені бірден олар келе салғанда операция жаса деп ешкім бере қоймайды, Иә. иә. Сол үшін тек қана еңбектеніп, өзін жан жақты көрсету керек та. Жеке бренд дамыту болашақта өзіңіздің осы әлеуметтік желі арқылы қандай нақты мақсаттарыңыз бар? Енді жеке Жаңа бренд, сіз толық айтып кетпедіңіз, Иә. негізі жаңағы жетістіктеріңізді осы жерде айтып кетсеңіз, киноларға түсіп жатқаныңыз, иә, ол сіздің ішкі жан дүниеңіздің былайша айтқан кезде дәрігер бола тұра орындап жатқаныңыз туралы айтып кетсеңіз толық. иә, ол брендті енді қазір жаңағы актерлық өзім креативті болғандықтан енді жаңағы актерлық қасиетімді де бір жерге жіберу керек. Кей кезде ішімнен қайнап тұрады. Сол кезде осы видеолар шығады. Осы видеоларды бәрі бір-бірімен тығыз байланысты да. Мен видеоларды шығарам. Адамдарға ұнап жатыр. Мен өзімнің жаңағы Жүрегіңіздің қалауы, иә? қалауы, былайша айтқанда хобби ғой. Хоббимен айналысып жатырмын. Жаңа танымалдылық деген енді көп жерлерге шақырып жатыр, мысалға киноларға, кейбір рекламаларға, үлкен болмаса да кішігірім шақырып жатыр. Жеке бренд жасау мен үшін сол деп ойлаймын. Бір жағынан жаңағы біздің видеоларды көріп, бізді танып, біздің қандай адам екенімізді біліп, жан жақтан адамдар да хабарласып отыр. Науқастар, осындай кеңес алсақ бола ма, осындай операцияларды жасайсыз ба деген сияқты. Жалпы өзіңіз сияқты дәрігерлерге жеке брендті дамытып, әлеуметтік желіге шығуға қандай кеңес беретін едіңіз? Кеңес беретін бе едіңіз вообще жалпы? Енді ол қазіргі заман Сіз- талабы шығар. Иә, сіз жаңа айтып жатсыз ғой, сіздің қандай дәрігер екеніңіздің барлығы көріп, былайша айтқан кезде бүкіл адамдарға өз көмегіңізді
тийгизип жатырсыз да. Мгм. И басқа дәрігерлерге де осы жеке бренд дамытып, камерадан қорықпай, Мгм. өзінің тәжірибесімен бөлісуге қандай кеңестер беретін едіңіз? Енді жаңа айтып отырмын ғой, бұл қазіргі заман талабы. Мгм. Қазір екінің бірінің қолынан видео түсіру келеді. Мгм. Сол өзіңнің жасап жатқан нәрсеңді Мгм. көрсете білсең, Көрсетіп. көрсете білсең, оның өзі бір жетістіктің бір шыңы деп ойлаймын. Иә. Енді блогер, қазір енді блогерлер көп қой. Ә, Солар арқылы көп нәрсені таниды, соларға көп адам қарайды. Мгм. Жаңағы жаңадан бастап жатқан, енді жаңадан бастап жатқан мамандарға ә, жаңағы пайдалы нәрселерді көбірек көрсетсе екен. Көбірек көрсетсе екен деп. Пайдалы нәрселерді көбірек көрсетсе екен деймін. Енді көп қой тиктокта да, инстаграмда да хайп жинап жатқан адамдар бар. Оларды да таниды мысалға. Ой, пәленше ғой деп танып жатқан адамдар бар, бірақ олар халыққа, елге не істеп жатыр? Ол Иә. жеке басы үшін, хайп үшін танымал болады. Қаншама мықты Білімі адамдар, бар білімі мамандар бар адамдар көрсете алмайды өздері. көрсете алмайды, көмектесе алмайды халыққа деп. Сол Мгм. жағынан сәл ұқыпты болса и өздерінің жұмыстарын жақсы көрсете білсе, Мгм. адам адамдардың өзі-ақ бағалап кетеді деп ойлаймын. Иә, баға беретін сияқты. Иә. Өйткені дәрігерлер жаңағы өзінің білімімен бөлісіп, пайдалы жаңа ақпараттармен бөлісіп, онлайн енді теп-тегін ғой. Өзінің жаңағы бар білімімен көмектессе екен деп ойлаймыз да. Өйткені қазіргі уақытта көп дәрігер еместер инстаграмда, тиктокта жаңағы ақыл айтып, сода іш немесе жаңағыдай бір шөпті іш деген сияқты Иә. халықты басқа жаққа бұрмалап жатыр да. Ал біздің дәрігерлеріміз кішкене мүмкін экранға шығуға қорқатын шығар, камераның алдынан қорқатын шығар, бірақ та негізі көбірек біліммен бөліскені дұрыс деп ойлаймын. Өйткені білімді жаңағы сонша жыл білім алады, ол білімді бекерден бекер кетпес үшін оны халыққа да пайдалы етсек деп деген ой бар. Жалпы өзіңіз хирург деген жалпы кім толық біздің, өйткені оқырмандардың көбісі білмейді. Олардың барлығының көз алдында дәрігер деген ол тек бір-ақ адам деп ойлайды да. Мысалға мен гастроэнтеролог дәрігері болсам, сіз хирург дәрігері деген сияқты басқа кісіге баруыңыз керек дегенде олар түсінбей кетіп жатады да. Сол үшін жалпы хирург маманы деген кім жалпы хирург, соны айтыңызшы. Әлі күнге дейін шатастыратын, әлі күнге дейін білмейтін адамдар көп, өкінішке орай. Хирург деп айтқаннан кейін бәрі ойлайды, мынау бас болсын, жаңағы жүрек болсын, жаңағы урология жағынан болсын, осы білет ары қарай деп саған көмек сұрап келетіндер бар. Көп, өте көп. Хирург маманы, мен енді өзім жалпы хирург болғандықтан ішке қатысты барлық операцияларды жасаймын. Хирург маманы деген қолмен жасап, операция жасап емдейтін адам. Хирург маманы жалпы операциямен емдейтін дәрігер. Хирургтың ішінде де өздерінің салалары бар. Ол бәрі кейбір адамдар түсіне бермейді. Хирург болғаннан кейін сынған жерде омыртқаны да басы да өзі қарай береді деп ойлайды. Мен жалпы хирург, ол жалпы іш қуысындағы операциялардың бәрін жасаймын. Соның ішінде ең күрделі операцияңыз қандай? Ең күрделі операциям осы сұрақты жақында маған балам қойды. Әке, осы сіз үшін ең күрделі операция қандай деп. Сол кезде мен ойланып қалдым, ойланып тұрып, менде қандай күрделі операция болды деп ойландым да. Ойымнан шықты, ең күрделі операция мен үшін өзің жасай алмайтын операция, күрделі операция болып есептеледі мен үшін. Күрделі операциялар, былай қарасаңыз, кез келген операцияның өзі өздігінше күрделі.
Мисалга адамдар кателесип жатады го, науқастар. Аппендицит, холецистектомия дегендей өтті алып тастоо операциялар, олар оңай, тез жасала салатын операция деп ойлойт да. Осы жерде сиздин көз карасыңыз кандай? Иә, Кез келген халықта. хирург жасай алат деген ой бар Мгм. халкта. Иә, халықта айтады ғой, аппендис деген не ол? Мгм. Кесіп тастайды 15 минуттық Иә. жұмыс деген сияқты. Аппендистің де үлкен асқынулары бар. Ауыр. Енді статистика бойынша аппендисттен жылына 3-4 адам өліп отырады. Адам өлімі. Ол да мүмкін аппендистен қайтыс болуы. Енді болады ондай. Сол сияқты жаңағы айтып кеткенім, кез келген операция өздігімен. Егер жасай алмайтын болсаң, жаңағы кез келген элементарный фурункул, карбункул жаңағы Операциялар. операциялар, кішігірім операциялар деп есептейді ғой енді хирургияда. Олардың өзі күрделі болып есептелуі мүмкін. Сол. Осы жерде хирургтар өз өздеріне операция жасай алады ма? Жоқ, біз тарихта болған ғой ол хирург, атын ұмытып қалдым қазір. 1961 жылы ма бір саяхатқа барып, сол жерде жүрген кезде өзіне операция болған Жасаған. байқайды да, сосын көмекке келгенше көп уақыт керек, өзі кіріседі. Сол бірінші тарихта қалған хирург. Хирург дәрігер, иә? Өз өзіне операция жасай ала ма деген, жасай алмайды. Жасайтын шығар мүмкін, жаңағыдай экстренный ситуация болатын болса, жасауы мүмкін. Бірақ енді біздің хирургияның ішінде мынау не вписаны законы дейді ғой, жазылмаған заңдылықтар бар. Хирург өзінің туысқанын да емдей алмайды. Былайша қарап тұрсаңыз, туысқанын ем жүрмейді. Ол кітапқа жазылмаған, басқа жерде жазылмаған заңдылықтар. Ол хирургтар жақсы біледі оны. Неге? Өз туысқандарын емдей алмайды. Енді мүмкін туысқандарына аяушылықпен қарайтын шығар кей жағдайларда. Мүмкін қобалжу болып, бір жерін дұрыс істемей қала ма. Сол сияқты. Сол туысқандарын жаңағы басқа хирургқа сіз жасаңызшы деп тапсырып жататын кездер болады. Біз туысқанға жасамауға тырысамыз. Енді болмай қалып жатса, әрине жасаймыз. Жалпы өзіңіздің туысқандарыңызға дәрігер ретінде көмектесесіз бе? Әрине. Ауырып қалған жағдайда. Әрине. Ол күндіз түні звондайды, туысқандар қоңырау шалады. Менің ана жерім ауырып жатыр, мына жерім ауырып жатыр. Енді сен сол жерде жүрсің ғой. Деп көмек сұрайды. Направлять етеміз, бағыт береміз. Мынандай алыста болса, ауылдан хабарласып жатады. Болмаса осы жердегі көмектесуге тырысамыз. Әрдайым. Жалпы сіз қазір бөлім меңгерушісіз, иә? Осы дәрежеге жас болсаңыз да, қандай өзіңіздің мықты тұстарыңызбен жеттіңіз? Осындай жетістікке жеттіңіз? Енді бұл жерде көп факторлар бар. Ондай жетістікке жетуге. Біріншіден өзім талпынысым, одан кейін бұл жерде менің ұстаздарымның қатты жеңісі десем болады. Ұстаздарым қатты тәрбиеледі, білімді сол кісілерден алып, сол кісілер сияқты болсам деген мақсатпен жүрдім. Сол енді еңбек деген ішінде көп нәрсе бар. Күндіз түні ұйықтамау, жанұянды көрмейсің, мысалға. Демалып жатқан жерінен кетіп қалуға тура келеді. Сондай орысша айтқанда жертвовать етесің ғой, семьяңды, уақытыңды, ақша дейтінде алып баратқан ақша жоқ ол жерде. Сол үшін берілуің керек, хирургияға бару үшін. Берілдің ба, до конца беріліп,
соның Барлығына дайын. арқасынан барлығына дайын болу керек, қажымау керек, алға тек алға и жетіліп отыру керек, заманға сай қандай жаңалықтар бар, соның бәрін қамтып отыруға тырысу керек. Сол кезде жетістікке жетесің деп, әлі де жетістіктерге жететін шығармыз деген үміттемін. Ары қарай жұмыс істей береміз. Жалпы осы хирург мамандарына операция кезінде өзіңіз жаңағы бөлім меңгерушісі болғаннан кейін барлық операцияны сіз жасай бермейсіз ғой. Иә. Ол жерде сіздің шәкірттеріңіз болады, жаңа ұстаз болған соң сіздің болашақ хирург мамандары болады қол астыңызда, иә. Сол кісілерге операция барысында қандай қателік жібермеуді бірінші орында кеңес беретін едіңіз? Қателік жібермес үшін көп операцияларға қатысу керек. Енді анау орыста айтады ғой, умный хирург, умный человек учится на чужих ошибок дейді ғой. Басқа адамдардың қателігін қарай отырып, өзіне білім жақсы жақтарын алса, содан кейін жаңағы айтып кеткен, қайталап айтамын, күндіз түні берілмеу керек, еңбектену керек. Күндіз түні деп енді беріліп кетуге де болмайды. Жалпы Алматы қаласының үлкен ауруханасының бөлім меңгерушісі болғаннан кейін сізде жауапкершілік өте көп деп ойлаймын. Өйткені хирургияда жауапкершілік жалпы өте үлкен жауапкершілікпен келу керек қой ол жерге. Сол жерде әртүрлі науқастар болады. Бір науқастар болады, мен өзім дәрігер болған соң көретінім жаңағыдай кішкене дәрігерлерге сенімсіздік білдіреді, және де жаңағыдай дәрігерлердің дәрежесін түсіріп сөйлеуге тырысады. Солдай ситуацияларды қалай шешесіз? Енді бөлім меңгерушісі болғаннан кейін тек жай врач болсаң, өзің операцияңды жасайсың, өзіңе қарасты науқастарды емдейсің, солардың тағайындауларын жасап, көп басың ауырмайды. Басың ауырады, бірақ енді бөлім меңгерушісі сияқты емес, саған артылатын жүк көп. Ол жаңағы жай врач дәрігер 10 адамға қарайтын болса, сен 30 адамға қарайсың деген сияқты. Олардың әрқайсысының операциясында болмасаң да, ол операцияның қандай өткенін сен білуің керек. Қандай лечение, қандай ем алу керек екенін бақылауың керек, қадағалауың керек. Жаңағы өзіңіз айтып отқан неше түрлі науқастар болады. Олардың көңілін таба білу керек. Енді сөйлесе келе ол жаңағы проблемалар шешіледі. Құдайға шүкір, шешіліп жатыр. Адаммен сөйлесе білсе, жанына кіре білсе, жан айқайын тыңдай білсе, оған қарай әрекеттер жасаса, кез келген адамның жағдайын шешуге болады, проблемасын шешуге болады. Жалпы жанұяда жаңа айтып жатсыз ғой өзіңіз, үйде көп болмаймын деп, сол жерде балаларыңыздың тәрбиесіне қалай мән бересіз? Қай жағын көбірек Енді балалар тәрбиесіне көңіл бөлуге тырысамын, бірақ енді көп болмағандықтан үйде анасы бар, анасы тәрбиелейді. Уақыт болған кезде енді уақыт бөлуге тырысамыз ғой, бәрібір де айтып отырамын. Көп айтудың қажеті жоқ сияқты. Қазіргі заманда өзіңді қалай ұстайсың, әке-шешең қалай болса соған қарап. Енді мен оны не үшін айтып отырмын? Мен мысалға мен өзім әкем де медик емес, бірақ агроном менің әкем. Азанда кететін, кешке көрсек көрдік, көрмесек ол да жоқ. Бірақ біз әкемізді бір тұтатынбыз. Сол кісідей болсам ғой деп. Сол сияқты өзін қалай жүргізсе, балалар да соған ұқсайтын сияқты. Жаңағы кумир дейді ғой,
ең бірінші кумирім сол әкем болады. Жалпы әйеліңізге қандай көзқарас жаңағыдай болады ғой, әйел адамдар көп не істей бермейді. Жолдасының үйде болмағанына көп ренжиді ғой қазіргі уақытта. Жастардың арасында сондай процесс өте көп. Сіз жаңағыдай бөлім меңгерушісіз, еще үнемі жаңағы операцияда боласыз, иә. Сол кездерде үнемі жолдасыңыздың жақтан қандай жаңағыдай поддержкалар болады сізге? Меніңше үлкен поддержка беріп жатыр деп ойлаймын. Мгм. Өйткені бұл жетістікке жету үшін де қаншама үйдің көрмейді деген сияқты қаншама қажырлы мен еңбектермен келдік қой. Ә, әйелім әрқашанда мені қолдайды. Мгм. Қандай жағдай болмасын қолдайды. Ренжитін кездер болады. Әрине, адам болғаннан кейін ренжиді. Мгм. Сен бізге көңіл бөлмейсің деген сияқты. Мгм. Ондайлар да болады енді. Мен енді медицинаны таңдадым. Мен солай түсіндіремін. Медицинаны таңдадым. Екеуміз үйленер кезде мен айтқам. Иә, Енді ол кісі медик емес, сонда да түсіністікпен қарайды, түсіністікпен да? қарайды. Осы сіздің жеке жаңа Инстаграмда, ТикТоктағы танымалдылығыңыз сізге медициналық тәжірибеде бір көмегі болды ма? Қандай да бір көмегі тиіп жатыр ма? Қалай айтсам екен? Инстаграмның танымалдылығына, ТикТоктың, иә, болады. Мгм. Тең жартысы демесем де енді көпшілігі жаңағы менің оқырмандарым, өзімнің коллегаларым, Мгм. қалғандары жаңағы науқастар болмаса басқа сол арқылы кез келген жерге барған кезде, кез келген демесем де барған жерде танып, біліп, бірге ақылдасып болады, әңгімелесетін кездер болады. Сонымен қатар жаңағы науқастарымыз телефон шалып, басқа қаладан хабарласып, Мгм. осындай сізді көріп Кеңес. едім, кеңесіңізді алсам бола Мгм. ма деп хабарласып жатады. Біз соған көмектесуге тырысамын енді. Жалпы жанұяда жаңа айтып жатсыз ғой өзіңіз үйде көп болмаймын деп сол жерде балаларыңыздың тәрбиесіне қалай мән бересіз? Қай Мгм. жағын көбірек Енді көңіл бөлесіз? балалар тәрбиесіне көңіл бөлуге тырысамын, бірақ енді көп болмағандықтан үйде анасы бар. Анасы тәрбиелейді. Уақыт болған кезде енді уақыт бөлуге тырысамыз ғой. Бәрібір де айтып отырамын. Көп айтудың қажеті жоқ сияқты. Қазіргі заманда өзіңді қалай ұстайсың, әке шешең қалай болса соған қарап. Енді мен оны не үшін айтып отырмын? Мен мысалға менің өзім әкем де медик емес, бірақ агроном менің әкем. Азанда кететін, кешке көрсек көрдік, көрмесек ол да жоқ. Бірақ біз әкемізді бір тұтатынбыз. Сол кісідей болсам ғой деп. Сол сияқты өзін қалай жүргізсе, балалар да соған ұқсайтын сияқты. Жаңағы кумир дейді ғой. Ең бірінші кумирім сол әкем болады. Жалпы әйеліңізге қандай көзқарас жаңағыдай болады ғой, әйел адамдар көп не істей бермейді. Жолдасының үйде болмағанына көп ренжиді ғой қазіргі уақытта. Жастардың арасында сондай процесс өте көп. Сіз жаңағыдай бөлім меңгерушісіз, еще үнемі жаңағы операцияда боласыз, иә. Сол кездерде үнемі жолдасыңыздың жақтан қандай жаңағыдай поддержкалар болады сізге? Енді бұл меніңше үлкен поддержка беріп жатыр деп ойлаймын. Өйткені бұл жетістікке жету үшін де қаншама үйдің көрмейді деген сияқты қаншама қажырлы мен еңбектермен келдік қой. Әйелім әрқашанда мені қолдайды. Қандай жағдай болмасын қолдайды. Ренжитін кездер болады. Әрине, адам болғаннан кейін ренжиді. Сен бізге көңіл бөлмейсің деген сияқты. Ондайлар да болады енді. Мен енді медицинаны таңдадым. Мен солай түсіндіремін. Медицинаны таңдадым. Екеуміз
үйленер кезде мен айтқам. Иә. Енді ол кісі медик емес, сонда да Түсіністікпен қарайды, түсіністікпен да? қарайды. Мгм. Осы сіздің жеке жаңа Инстаграмда, ТикТоктағы танымалдылығыңыз сізге медициналық тәжірибеде бір көмегі болды ма? Қандай да бір көмегі тиіп жатыр ма? Қалай айтсам екен? М, Инстаграмның танымалдылығына, ТикТоктың, иә, болады. Мгм. Тең жартысы демесем де енді көпшілігі жаңағы менің оқырмандарым, өзімнің коллегаларым, Мгм. қалғандары жаңағы науқастар болмаса басқа сол арқылы кез келген жерге барған кезде, кез келген демесем де барған жерде танып, біліп, бірге ақылдасып болады, әңгімелесетін кездер болады. Сонымен қатар жаңағы науқастарымыз телефон шалып, басқа қаладан хабарласып, Мгм. осындай сізді көріп Кеңес. едім, кеңесіңізді алсам бола Мгм. ма деп хабарласып жатады. Біз соған көмектесуге тырысамын енді. Жалпы болашақта қандай жоспарыңыз бар? Мүмкін үлкен клиника ашу немесе ыыы, осы государственный мемлекеттік жүйеде жұмыс істеген ұнайды ма сізге? Қазір көп дәрігерлер жеке клиникалар ашып жатыр, кабинеттер ашып жатыр өзіне. Сіздің болашақта жоспарыңыз қандай? Енді кез келген дәрігердің арманы шығар, ол өзінің жеке клиникасын ашу деген сияқты. Бірақ енді қазір, дәл қазір ондай жеке клиника ашуға әрекет жасалып жатқан жоқ. Шынын Мгм. айтқанда, қазір тек қана осы алға қойған мақсаттар медицинаның сапасын көтеру, Мгм. және енді қандай жетістіктер күтуіміз мүмкін деген сияқты. Өзіміздің салада лидер болып, барлық операцияларды жасап, адамдарға көмектесіп жүрсек, әзірше сондаймен тоқтала тұрсақ деп ойлаймын. Иә, дұрыс. Ол бірінші орында сізде қазір көбірек тәжірибеңізді арттырып, адамдармен бөлісу, иә. Және де сіз осы студенттерге сабақ берген кезде, медициналық студенттерге, иә, қазір бұрынғыдай емес қой, енді біз бұрын өте қатты мұғалімдерден қорқатынбыз, сондай кішкене Иә. қазіргі студенттер емін еркін ғой негізі. Соларға сабақ берген кезде қай бағытқа көбірек көңіл бөлесіз? Бағыт енді бірінші теория, Мгм. әрқашанда теория бірінші жүреді. Теория мен практика кей кезде кітапта жазылғандағыдай бола бермейді. Мгм. Сол себептен мен студенттерге көбінесе теория жүзін жүргізгеннен кейін практикаға көп көңіл бөлуге тырысамын. Мүмкіндігінше қандай курс болса да, мүмкіндігінше операцияларға қатыстырғанды ұнатамын. Оларға да ол ұнайды. Өздерінде бір не сезім болады, мақтаныш сезім болады. Мүмкін біреулерде хирургияға қызығушылық артуы мүмкін. Мен өзімде солай болған. Медицинаға келгеннен кейін, 2-3 курста қалай хирург операцияны жасады, қалай операционный ішіндегі атмосфера, қандай анестезиолог пен хирургтың, медсестраның бәрі тандеммен жұмыс істегені бәрі ұнатты, солай хирургияға келдім. Сол сияқты кейбіреулерге менің әсерім тиеді ма деген мақсат бір жағынан. И жаңағы бір нәрсе болса да көрсе екен, теория жүзіндегіні шын мәнінде көрсе екен деген. Болашақта өзіңізді кинодан, сериалдан көріп жүрміз. Негізі кітап жазу, сондай ғылым жаққа бет бұру ойыңызда бар ма?
Енді оны уақыт көрсетер. Әзірше енді көп хирургтардың ішінде кітап жазғандар бар ғой. Кітаптарын оқығанбыз да. Мүмкін келесі болашақта болуы мүмкін, кітап жазу деген сияқты болуы мүмкін. Енді әзірше ондай кітап емес, иногда әр кезде бір күнделік жазатыным бар. Күнделік жазып, мүмкін сол күнделіктерден кейін кітап шығып қалатын шығар деген сияқты. Әлі Күнделікте не туралы жазасыз? Мүмкін күнделікте күнделік бөлінеді ғой. Мүмкін просто өзіңіздің жаңа арман мақсаттарыңыз деген сияқты, немесе осы медицинаға бағытталған материалдар жинайсыз ба? әр нәрсені жазамын. Ойыма бір шабыт келеді ғой, бір шабыт келген кезде кәдімгідей бір жазған кезде өзім таңғалып. Жазушылық қырларыңыз да бар ма сонда? Жазушы емеспін енді. Кей кезде сондай сипаттап тұрып жазғанды жақсы көремін да. Бүгін қандай қызықты сәттер болды, есте қаларлықтай деген сияқты. Сондай әркез түртіп қоятыным бар. Қазіргі медицинада нені өзгерткіңіз келеді? Жалпы қазіргі медицинаға көп науқастардың көңілі толмай жүр, иә? Иә. Сол жерде өзіңіз жаңа шетелдерге барып келген маман болғаннан кейін қандай өзгерістер енгізгенін қалайтын едіңіз? Енгізетін өзгерістер бар. Оның біріншіден жаңағы бізде көп қағаз жұмыстар көп. Неге жаңағы цифровизацияға өттік деп айтып жатырмыз, бәрібір әлі де қағаз жұмыстар жеткілікті. Мынау әр нәрседен жаңағы отчет дейтін қалай дейтін болады, әр нәрседен есеп беру деген сияқты. Ол да дұрыс шығар енді. Менің пікірім ғой, жеке менің пікірім. Ондай қағаз жұмыстарда азырақ жасап, Дәрігердің жаңағы емдеу барысына көп көңіл бөлсек, сол жағынан. Сосын жас мамандарды үздіксіз шетелдерге білімдерін арттыруға көбірек жіберіп отырсақ, ол жақтан алып қаншама жақсы мамандар шығатынына мен сенімдімін. Қазіргі уақытта осы медицинаның дүние жүзі бойынша көш бастап тұрған қай ел? Негізі хирургия бағытында дейміз ғой. Көш бастап тұрған ел қайсы қазіргі уақытта? Көш бастап тұр деп енді көш басындағылар деп айтсам дұрыс болатын шығар. Мүмкін. Үлгі тұтатындай Корея елін алуға болады. Өзіміздің жақында мынау Турцияның өзіне просто біздің науқастардың бәрі, біздің туысқандардың бәрі барып жатыр. Бір жағынан жақын болғаннан кейін, бір жағынан Турцияны, жаңа Израильді айтып жатады. Енді Америкамен біздің стандарттарымыз особо сәйкес келе бермейді. Бірақ сол Европаның, Германия бар, Корея бар, көш бастап тұрған осы мемлекеттер деп айта аламын. Германия, Корея. Қазір өзіңіз хирург маманы болған соң, бізде онкология өте қатты белең алып жатыр, иә? Жастардың арасында да соған не әсер етуі мүмкін? Әсер ететін факторлар дейміз ғой. Бұрын мысалы онкология қарт адамдарда кездессе, қазір жас адамдарда да, ер адамдарда да, әйел адамдарда да өте жиі кездесіп жатыр. Соған қандай факторлар әсер етеді? Оған факторлар көп қой, әсер ететін факторлар. Меніңше осы қазіргі энергетиктер бар, жаңағы темекілер бар, бірнеше. Қазір түрлері өте көп қой. Солардың жаңағы экологиясы болсын, солардың бәрі әсер ететін шығар деп ойлаймын. Мен онколог маманы болмағаннан кейін ондай нәрселерге мынадан деп айтуым қиын. Бірақ енді
сондай факторлар әсер ететін шығар деп ойлаймын. Жалпы сіздің мамандығыңызға сәйкес осы мен өзім гастроэнтеролог маманы болғаннан кейін өт тас ауру өте көп. Иә. Қазір 15 жастан бастап бүкіл бәрінде бар десем болады. Сол жерде негізі өтті алып тастау. Дұрыс па? Мен дәрігер гастроэнтеролог ретінде мен рұқсат бермеймін хирургқа жібермеуге тырысам. Керісінше жаңағыдай жоқ өтіңізді алмаңыз деп сақтап қалуға тырысам. Хирург дәрігеріне барып бәрібір операция жасауға тура келетін жағдайлар өте көп кездеседі. Енді осы сұрақ гастроэнтерологтар мен хирургтардың арасында Иә, кішкене. всегда осындай не туады, дискуссия тудырады. Мгм. Енді бізде мынандай түсінік бар. Хирургқа барса болды, алып тастай береді, Иә, кеседі, алып тастайды. Оларға кесу болса болды деген Иә. сияқты сондай түсінік қалыптасып қалған. Бірақ дәрігер гастроэнтерологтарда да сондай негізі. иә, ол енді сіздер гастроэнтерологтар көбінесе ол өт тас ауруларының асқынуларына көп мүмкін көңіл бөлетін шығарсыздар, бірақ көп нәрсені көре бермейсіздер. Олар бізге өт тас ауруымен асқынумен келеді да, сіздерге бармайды ол. Иә, Біз мүмкін. асқынуын біз емдейміз. Міндетті түрде Иә. операция жасау Иә. керек. Иә. Өт тас ауруы бар деген сөз, ол өтте тас бар деген сөз, ол өтіңіз функциясын толыққанды атқармайды деген сөз. Көп дәрігерлер өзіңіз айтып жатсыз енді жаңағы өт тас ауруын операцияға барғызбай, Иә, кішкентай болса емдеу. емдеп дәрімен көрейік деген сияқты. Оның бәрі асқынуға алып келеді да. Асқынуын сіздер өкінішке орай көрмейсіздер. Қазір Содан кейін дәрігерлер и нутрициологтар деген шықты ғой. Нутрициологтар ой өттегі тасты түсіреміз деп науқастарды мүлдем басқа жаққа бұрып жіберіп жатыр да. Сол жайлы кішкене көзқарасыңыз Иә, қалай? оны мен жаңағы нелерден көргем, Инстаграм желісінен көргем. Процедураның өзінде көрсеткен көргем, ауызға трубканы тығып, өтті айдап жатырмыз, Иә, өтті зондпен. тазалап жатырмыз, тастарыңызды алып тастаймыз деген сияқты. Мен таңғалатын, олар барлық информацияны білмей жатып, осындай информациялар береді да, адамдарды ойларын ауытқытады да. Өт тас ауруын ешкім операциясыз емдей алмайды. Бүйрек тас ауруларын жаңағы дробить етуге болады ғой? Емдеуге. Иә, емдеуге болады. Ал өттегі тасты емдеуге болмайды. Қазіргі заманда, қазіргі кезде жаңа айтып жатсыз ғой, 15 жастағы адамдарда өтінде тас болып жатыр. Оның бәрі неден? Оның бәрі жаңағы ішкен жегеннің Дұрыс емес. дұрыс емес, тамақтанудан. Тек қана өт тас ауру емес, барлық аурулар қазір жасарып кетті. Кардиологтардан сұрасаң мысалға, давление, инфаркта, 18 жасар балада инфаркт болды деген сияқты. Барлық аурулар Жасарып жатыр да. жасарып бара жатыр. Оған әсер етіп жатқан жаңағы орта, тамақтану, жаңағы күйзеліс, стресс дейміз ғой. Соның бәрі Өт тас операциясын қаншалықты жиі жасайсыздар? Өт тас ауруына бұрын енді біздің ұстаздарымыз айтып отыратын, қазір неге ең бірінші жедел хирургияда жедел аппендицит бірінші орында тұр деп. Қазіргі бірінші орынға шығып кеткен осы өт тас ауруы. Өт тас ауруы күніге жасалатын операция. Қазіргі кезде хирургтардың барлығы жасайды десем болады. Біз мысалға күніне 2 операция, 3 операцияға дейін, кей кезде 5-6 операцияға дейін кететіндер кездер болады. Именно осы өт тас ауруы. Өтті алғаннан кейін асқынулар болады ғой. Сол асқынулар туралы не айта аласыз? Өйткені маған көбісі өтті алдырғаннан кейін асқынулармен келеді. Асқынуларды Көбісі керісінше ойлайды. Өтімді алдырып тастаған соң маған бұрынғыдай өмір сүре беруге болады деп асқындырып алады да, бауырға өте үлкен нагрузка түседі.
кандай асқынулар болот, негизи сону көбүрөөк халк билсе деп ойлоймун. Өйткөнү мага гастроэнтеролог болгон соң маган сразу міндетті түрдө сурайт күнүгө 5-6 өтүмдү тас бар. Тасты кетиретін центрлар бар экен. Жаңағыдай эми мен өзүм дарыгер болгон соң анатомия баарын түшүнгөндөн кийин мен ол кишилерге айтам, сиздин өтүңүздө тас болду ма, эndi оны кетирүү мүлдем мүмкүн эмес деп да жаңағыдай. Сиз айткандай. Одан кийин аскынуларын айтып кетсеңиз, өйткөнү азыр жастардын баардыгында 22 жасар, 25 жасар УЗИдан кийин өтүнчө тас пайда болуп жатат. Енді ол өттегі тас қалай пайда болды, солай бірден міндетті түрде хирургтың кеңесін алу керек, міндетті түрде. Содан кейін ол операцияға кейбір жағдайда болады, өтте жаңағы УЗИ тексерісінен кейін қателесуі мүмкін. Тағы да бірнеше тексерістер, МРТ-ға жіберу, тексерістердің бәрін қайталап мүмкін операциясыз болып қалуы мүмкін. Егер өтте тас бола қалған жағдайда хирургқа дер кезінде хабарласса және оны жоспарлы түрде операция жасатса, ол жерде операция жасатқаннан кейін біздің кеңесімізді тыңдаса, ешқандай асқыну болмайды. Көбінесе барлығы ауырған кезде, приступ ұстаған кезде, асқынған кезде келеді де, бірден бәрін басқысы келеді. Ол ондай мүмкін емес. Ол экстренный жағдайда жасалғаннан кейін, жоспарлы түрде жасалған операциямен екеуінің айырмашылығы әрине бар. Ол жерде экстренда качествосы кішкене төмендейді. Одан кейін бірінші науқасқа қиын болады, экстренный келгеннен кейін. Және жасайтын хирургқа да кішкене ауырлау болады. Осы уақытқа дейін қанша операция жасадыңыз? Енді шынымды айтсам, Санап жүресіз бе? санамаппын. Өткен бір неде менен сұрады, бір студентім сұрады. Қанша операция жасадыңыз деп. Былай шамамен 5000-нан аса операция жасаппын осы уақытқа дейін. Бүгінгі сұхбатымыз хирург дәрігермен аяқталды. Хирург дәрігер бізге өте көп мәлімет берді деп ойлаймын. Және сіздерге де пайдалы болады деп ойлаймын. Бүгінгі сұхбатты жүргізген мен Гүлдана Дауловна, гастроэнтеролог және дәрігерлер наставнигі.